Ертең бұйырса Армения елінде Ереван қаласында медиа байыстар арасында жекпе-жек болады. Аттарымен айта кететін болсам, бұл жерде біздің Қазақстан медиа байысы қазіргі уақытта жарқын жұлдызы жарқырап жайнап жүрген медиа байыстардың арасында номер 1 деп айтсам болады. Осы біздің Қазақстанда ол Еркебұлан Тоқтар және де қарсыласы Қырғызстан елінің медиа байысы Марсель деген жігіт. Осы екі жігіттің арасында бұйырса Армения елі Ереван қаласында ертең 28 күні бұйырса бокс ережесі бойынша жекпе-жек болады. Енді бұл жерде көп адамдар жағынан айтып жатыр, Мұхит ағайым, біріншіден бапкер ретінде, екіншіден боксшы ретінде өз ойыңызды осы екі жігіттің арасында бокс қалай болады деп бәріне қызық болып жатыр. Енді мен қысқа нұсқада коротко ясын айтайын. Енді Еркебұлан Тоқтарды енді қазір біздің Қазақстанда бәрі біледі, практически. Бұның қолы, ударқысы бәрі өте жақсы, физикасы, ударная мощь бәрі мықты. Бұл соңғы 1-2 жылда боксын ударқысын өте жақсы қойып алған. Бірақ 13 килограмм салмақ қатты қуған, 70-ке мен білмеймін немеге соншама қатты салмақ қуғанын. 13 килограмм, 70 килограммға мен көрдім. Вообще Еркебұланды түрі әлсіреп, денесі шаршап тұрған өте қатты көрініп тұрды. Енді бұл жерде гонорар ретінде, ақша ретінде өте бір жақсы бір сондай бір ұсыныс болды деп ойлаймын. Өйткені сол соған бола бұл Еркебұлан осынша салмақ қуды. Мынау Еркебұланның жаңа айтып отырмын, соңғы 1-2 жылда жаңа бокс ережесі бойынша бокстан школасын бәрін өте жақсы қойып алған. Элементарно раз-два ушел, отошел, раз-два три сбоку, через уклон, сайстеп деген сияқты элементарно школа боксасын өте жақсы қойып алған. Сондықтан бокстан физикасы да, ударная мощь да и бокстасқан тәсілі де, яғни агрессивный манерада бокстасады. Агрессивный деген сөз ол бірінші номерде шыға салады, алдыға қарай тек қана тапит етеді. Ол бокс өте жақсы. Бірақ 13 килограмм салмақ қуған арқасында ертең біз бұның бәрін көре алмай қалуымыз мүмкін. Өйткені мен жаңа TikToktан болсын, Instagramнан болсын, интернеттен көріп отырмын. Азанда жаңа пресс-конференциялар болыпты. Жаңағы Еркебұлан вообще түрі жаңа айтып отырмын, шаршап қалған, әбден салмақ қуғаннан, восстановлениесі дұрыс емес. Оның алдында өзінің стористерінде көріп жатырмын, салмақ қатты қуғаннан түнімен ұйықтай алмай жаңағы тренермен сөйлесіп жатыр, түнімен ұйықтай алмай жаңағы әңгіме айтып жүрмін, далада жүрмін деп жатыр. Өте қиын. Сондықтан минутка Марсельмен жаңағы бокстасқан екен, Марсельмен бокстасып, и өрде вообще жаңағы мен Марсель вообще жаңағы басқа жағынан көрдім. Марсель ол қазір оны отдельно айтам. Бұл жерде мен айтайын деп минутка бокстасқан, минуткада болмайтын ударларды жіберіп жатыр Еркебұлан, ол рас. Во-вторых, жаңағы қайтадан анау жынданып, ашуланып кетіп жатыр да, ашуланған сайын жаңағы защитаны ұмытып кетіп жатыр, қолдары түсіп кеткен, ударлардың бәрін бетіне жіберіп жатыр, бас жоғары жүр, удардың бәрі тиіп жатыр. Жаныма олай болмайды ғой. Егер де қызбаушылыққа ашуланып не қылатын болсан, ол бокс. Бұл жерде бірақ удар, точный удар жаққа тисе, тем более бұл кішкентай емес, средний вес, ауыр салмақ, 70 килограмм үсті, ертең қатты удар точный тиіп жатса, ертең нокдаун, нокаутқа түсіп кетулері мүмкін. Сондықтан Еркебұлан Тоқтарға айтарым, кішкене жинақы бол, басыңды төмен, қызбаушылыққа алдыға қарай қатты ұмтыла берме. Сондықтан восстановлениясы жақсы болсын деп ойлаймын. Восстановлениясы жақсы болса, құдай қаласа біз Еркебұланның жаңағы физикасында, алға қарай бокстасуында, функционалдық, яғни барлық жақсы жағынан біз көруіміз мүмкін. Егер де восстановлениясы дұрыс болмаса, салмақ көп қууының әсері тисе, питаниясы дұрыс болмаса, дұрыс тамақ ішпесе, дұрыс салмақ қосылмаса, дұрыс витаминдер ішіп, восстановление дұрыс болмаса, ертең ұтылып қалуы мүмкін Еркебұлан. Марсель жайлы айта кетейін. Марсельді мен вообще білмейді екенмін. Осы Еркебұланмен жаңағы шығайын деп жатқаннан бастап көре бастадым. Бұл жігітті жалпы ютубтан бойларын жаңағы танысып көріп жатырмын да, қандай жігіт деп өзім. Сөйтсем бұл бала өзі борец екен. Видеоларын жаңағы ММА клеткада жаңағы төбелескен, қолдарын қарасам жаңағы төбелесіп жаңағы күреседі, ұрады ғой енді. Қайбақ-шайбақ қолдарын қалай болса сол жағын өзі айтып отыр, колхозский удар деп. Сол колхозский ударлар дұрасылады. Жаңа Еркебұлан Тоқтар сияқты элементарно школа бокса базасы өте төменгі деңгейде. Элементарно раз-два ұру, сайстеп, ушел, отошел деген сияқты нәрселер вообще жоқ. Бірақ бүгінгі азандағы пресс-конференцияда мен Марсельге өте қатты риза болдым. Өзі айтып жатыр, 2 ай болды бокс ережесін осы Еркебұланға дайындалғаныма, бапкерін дайындады. 2 ай болды бокспен конкретно заниматься еткеніме деп. 2 айда боксын өте жақсы көтеріп алған, өте жақсы қосып алған Марсель, ол көрініп тұр. И Еркебұланның қасында әлдеқайда свежий, әлдеқайда бодрый болып тұр. Это почему? Потому что 70 килограмм это его вес, салмақ қатты қумаған, жалпы баланың көзі жанып тұр. Ертең жеңіске жетем деп тұр ғой, Сондықтан ертең құдай қаласа екі жігітке де сәттілік. Енді Еркебұлан Тоқтар өзім
інім бауырым болғандықтан, тем более қазақ болғандықтан оған бір бүйрегіміз жақын болып тұрады. Еркебұлан Тоқтарға сәттілік тілейміз, Құдай қаласа жеңістерінен көрінуіне. Алла амандық берсе, Құдай қаласа бәрі ойдағыдай болсын. Не болса да қазақ қырғыз бір туған дейді. Қырғыз Марсель ол бауырымыз да бөтен адам емес. Ол да біздің жақын. Былайша айтқанда екі жігітке де сәттілік тілеймін. Құдай қаласа ең басты жарақатсыз аман есен бокстасып, травма денсаулықтарына келетіндей жарақат алмай, мықтысы жеңсін. Бұл жерде тағы да айта кетейін, восстановление Еркебұланда жақсы болса, Еркебұлан ертең құлатады. Восстановлениясы дұрыс болмай ма, шаршап шыға ма, Марсель ертең жеңіп береді. Сондықтан айтарым сол, менің өз пікірім осы. Давайте, сау болыңдар.